Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Здравствуйте, ученики! Сабақтың тақырыбы жылдың 4 мезгілі. Тема сегодняшнего урока – 4 времени года. Біз сіздермен бүгінгі сабақта тыңдалған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береміз және берілген тақырыпқа қатысты сөздерді тауып, сөйлеу барысында қолданамыз. А теперь познакомимся с новыми словами. Новые слова у нас жыл, год, жыл, год, төрт, четыре, мезгіл, мезгіл, время, тәулік, тәулік, сутки, жылдың 4 мезгілі, 4 времени года. Жылдың 4 мезгілі, 4 времени года. Күз, осень. Сейчас какое время года? Сейчас осень. Қазір күз мезгілі. Көктем, весна. Көктем, весна. Қыс, зима. Қыс, зима. Жаз, лето. Жаз, лето. Посмотрите на эти картинки и повторите еще раз. Жылдың 4 мезгілі, 4 время года. Жаз, күз, көктем, қыс. Следующее задание у нас второе тапсырма. Екінші тапсырма диалогты оқы. Прочитай диалог и заполни таблицу. Кестені толтыр. Әлібек, бір жылда неше мезгіл бар? Бір жылда 4 мезгіл бар. Олар қыс, көктем, жаз, күз. Әлібек, сколько времени года есть? В один год 4 сезона. Они қыс, зима, көктем, весна, жаз, лето, күз, осень. Жақсы, ал бір жылда неше ай бар? Хорошо, а за год сколько месяцев есть? Бір жылда 12 ай бар. Әнел, бір жылда неше тәулік бар? За год есть 12 месяцев. Анель, за год сколько суток есть? Бір жылда 365 тәулік бар. Солай ма, Әлібек? За год есть 365 дней. Не так ли, Әлібек? Әрине, Анель. Конечно, Анель. Ал бір тәулікте 24 сағат бар. За сутки есть 24 часа. А теперь, ребята, вместе заполним таблицу. Бір жылда, за год. Бір жылда неше мезгіл бар? Сколько часов, сколько месяцев, сколько сезон и сколько дней за год есть? 12 месяцев, да? 4 сезона и 365 дней есть. Келесі тапсырма, третье задание, үшінші тапсырма. Суретке қарап, жылдың 4 мезгілін ата. Посмотрите на рисунки и назовите 4 сезона года. Первый у нас қыс, зима, көктем, весна, лето, жаз. И последний у нас осень, күз. Бесінші тапсырма, 84-ші бет, сұрақтарға жауап беріңдер. Письменно ответьте на вопросы, ребята. Осымен сабақ аяқталды. Көріскенше сау болыңыздар. До свидания.